Инвестиция арқылы үш түрлі пассивті табыс табудың жолдарымен мен бүгін бөліскім келіп тұр. Бірақ бұл жерде ескеретін мәселе, бұл сізге бірден табыс беретін жолдар емес. Бұл айталық пәтерді жалға беру секілді сізден ұзақ мерзімді стратегияны, біраз капиталды қажет етеді. Дегенмен де инвестиция арқылы табыс тауып жатқан жандары өте көп. Соның ішінде табыс табудың, пассивті табыс табудың бірінші жолы бұл бізде облигацияның купоны. Әлемде купонная зарплата деген термин өте кеңінен таралған, яғни облигацияға инвестиция жасау арқылы сіз айталық ай сайын өте жақсы деңгейде пассивті табыс көре аласыз. Тіпті біздің оқушылардың ішінде 300 мың, 400 мың теңге пассивті табыс көріп отқандар да бар, және бұл сіздің негізгі жұмысыңыз секілді уақытыңызды, энергияңызды талап етпейді. Екінші жолы бұл дивиденд арқылы. Барлықтарыңыз білетіндей, акция болсын, ETF болсын, бізде тұрақты түрде дивиденд төлейді. Егер сіз доллармен инвестиция жасасаңыз, сізге дивиденд доллармен түсіп отырады. Шамамен орташа деңгейде бізде ETF-тер 4-5%-ға дейін дивиденд төлейді. Бұл депозиттің өзінен қарағанда долларлық депозиттен 5 есе көбірек тұрақты табыс болып есептелінеді. Және де үшінші табыс табу жолы бұл бағаның айырмашылығынан табыс көру. Яғни сіз акцияны немесе ETF-ті бір бағаға, айталық $100 сатып аласыз, кейін бірнеше ай өткеннен кейін оны қымбаттаған бағасымен сата аласыз. Ол бәлкім $150 дейін өсуі мүмкін. Яғни сіздің таза табысыңыз бұл жерде $50 болып есептелінеді. Бұл күнделікті трейдинг деген сөз емес, орта мерзімді инвестиция арқылы осындай жолмен де табыс табуға болады. Ал егер сіз осы инвестицияның қыр-сырын және сауатты жасау жолын меңгергіңіз келсе, біздің оқуымызға қосылсаңыз болады, және міндетті түрде менің парақшама жазылып қойыңыз.